28-ші дүниежүзілік қысқы универсиада ойындарында допинг дауына жол берілмейді. Додаға қатысатын спортшылар тыйым салынған заттарда тексеріледі. Бұл туралы бүгін универсиада 2017 дирекциясының жетекшісі Наиль Нуров мәлімдеді. Шара халықаралық студенттер спортының федерациясының ережелеріне сай өтеді. Ал бұл ұйым бүкіл әлемдік допингке қарсы агенттік талаптарын ұстанады. Еліміздегі уақытша лицензиясыз қалған антидопинг зертханасы құжатын қайта алса, сынамалар өзімізде тексеріледі. Олай болмаса Германия, Катар, Австрия зертханаларына жіберуге тура келеді. Тағы бір жаңалық. Жеңісі тұғырынан көрінген қазақстандықтарға мемлекет тарапынан 15 мың мен 5 мың долларға дейін сыйақы беріледі. Айта кетейін, бүгінге дейін 58 ел универсиадаға қатысуға өтініш берді. Қазір жарысқа дайындық қызу жүріп жатыр. Шара бюджеті 2 есе үнемделгенінде айта кетейік. Предварительный бюджет, который был заявлен. Алдын ала болжам бойынша бюджет 32 миллиард теңге болып белгіленген еді. Бұл 2 есеге қысқарды. Қазіргі универсиада 2017-нің бюджеті 17 миллиард теңге. Бұл түрлі шығындарды қысқарту мен үнемдеудің нәтижесі. Мәселен, ойындар кезінде тасымалдауға қажет көлік жалға алынады. 520-ға жуық көлікпен қамтылады. Спортқа қатысты тағы бір ақпар. 4 қыркүйек күні Астанада марафон өтеді. Қатысушылар 4 санат бойынша 42, 21 және 10 шақырым қашықтыққа жүгіреді. Эстафетада ұйымдастырылады. Шара ақылы жарыстың түріне қарай 3-7 мың теңге аралығында төлеу қажет. Түскен қаражат қайырымдылық қорларына беріледі. Сондай-ақ ұйымдастырушылар ауылды жерлерде де жарыстар өткізіп, ел ішінен епті жастарды тауып тәрбиелемек. Марафон өтетін күні сағат таңғы 8-ден күндізгі 2-ге дейін Орынбор, Республика, Тұран және Сейфуллин көшелері жабылып, көлік қозғалысы тоқталады. Шараға 5 мыңдай адам қатысады деп жоспарланған.